Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге мясной пирог, яғни ет қосылған бәліш пісіретін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар, сіздермен бірге Гаухар. Ең алдымен мен бәлішімнің қамырын жасап аламын. Оған қажет заттар: 2 жұмыртқа, 1 жұмыртқаны түгелмен жарып аламын. Екінші жұмыртқаның ағуызын ғана қосамын. Жұмыртқаның сарысын бәлішімнің бетіне жағуға алып қаламын. Енді жұмыртқамды жақсылап араластырып аламын. Оған 1 шай қасық тұз қосамын. Және 180 грамм ерітілген сары майды құямын. Сары майды суытып алуымыз қажет. Кішкене жылы су құямын. Енді ұн салып қамыр илейтін боламын. Шамамен 500 граммдай ұн кетеді. Менің қамырым дайын болып қалды. Бірақ та өздеріңіз көріп тұрғандай қамырым кішкене жұмсақ болып созылып тұр. Сондықтан мен қамырымды 15 минутқа қойып қоямын, бетіне пищевой пленка жауып қоямын. Ал енді мен бәлішімнің салмасын дайындай беремін. Мен алдын ала картопымды кесіп ішіне салып қойдым, пияз қостым ішіне. Енді өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Міне менің салмам дайын болды. Енді мен осындай табаға, яғни формаға пісіретін боламын бәлішімді. Алдын ала астыңғы бөлігін майлап алдым. Мінекей менің қамырым дайын болды. Осындай қамыр шығу қажет сіздерде. Енді осы қамырды мен 2-ге бөліп аламын. Астыңғы бөлігі және үстіңгі бөлігіне бәлішімізді жасауға осылай етіп бөліп аламыз. Астыңғы бөлігін илеп алдым. Және кішкене қамырды формаға салғаннан кейін шетін осылай қолмен көтеруіңізге болады. Енді салмасын саламыз. Салмасын салып болдым. Енді алып қалған қамырымды бәліштің бетін осы қамырмен жабатын боламын. Міне формам, және де осы 2 қамырды бір-біріне біріктіретін боламыз. Өзіңізге ұнаған тәсілмен түюіңізге болады. Қалай әсемдегіңіз келеді, өз еркіңіз. Мен қазір жұмыртқаның сарысын жағамын және кунжутпен, макпен әсемдейтін боламын. Дайын болған бәлішімізді 180 градуста өзіңіздің пешіңізде пісіресіздер. 35-30 минуттай қызарғанша пісіресіздер. Мінекей достар, менің бәлішім дайын болды. Өте керемет болып шықты. Кішкене беті қызарды, себебі мен көп ұстап қойдым пешімде, бірақ та дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен үйде дайындап көріңіздер. Менің каналым ұнаса, маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер түсіретін боламын. Сіздермен болған Гаухар. Сау болыңыздар.